Саламатсыздар ма ата-аналар? Еске сала кетейін. Биыл әсіресе бірінші сыныпқа баратын оқушылардың ата-аналардың назарына. Мектепке барған кезде келісім шарт болады. Ол міндетті емес біріншіден. Сіздер келісім шартқа қол қойсаңыз да өз еркіңіз, қол қоймасаңыз да еркіңіз. Ал егер де қол қойғыларыңыз келсе, келісім шартты мұқият оқып алған дұрыс. Келісім шарттың ішінде мысалға психологический тесті бар, психологический педагогический сопровождениесі бар, демеу бар. Мысалға карточкамен өту, турникеттен өту, баланың дербес мәліметтерін үшінші тұлғаға беру деген сияқты вакцина или прививка, медосмотры, сондай мысалға көп нәрселер болуы мүмкін. Сол себепті мұқият оқып, келіспеген жағдайда келіспейтін тармақтар болады. Соны сіз келіспеймін деп келіспеушілік хаттама арқылы бастырсаңыздар болады. Соны ескертіп қояйық дегеніміз. Ал егерде келісім шартқа қол қоймадыңыздар, мектепке алмаймыз деген ондай заңында жоқ. Міндетті тегін білім алу Конституцияда бекітілген. Сол себепті ата-аналар келісім шартқа қол қояр кезде мұқият тыңдап, мұқият оқығандарыңыз дұрыс. Одан кейін жақын арада ата-аналардың құқығы мен міндеті жайлы біздің ата-аналар одағының бірлестігінің телеграм каналында біз сол ақпараттарды жаңартып отырамыз. Біздің телеграм парақшамызға кіріп хабардар болсаңыздар болады. Өз құқықтарыңызды біліп, өз міндеттеріңізді білген абзал деп ойлаймын.